Түркістанға келген туристер енді қаланың көрікті жерлерін аралау үшін такси іздеп қоғамдық көлік күтпейді. Өткен шаһарда туристерге арналған арнайы Red Bus экскурсиялық автобус іске қосылды. Екінші қабаты ашық бұл автобус жолаушыларға ашық аспан астында отырып, Түркістанның тарихи келбеті мен сәулетті ғимараттарын жаңа қырынан тамашалауға мүмкіндік береді. Экскурсиялық автобус күн сайын таңғы сағат 8-ден кешкі 11-ге дейін қатынайды. Арнайы бағыт қаланың басты туристік орындарын қамтып, қонақтарға бір сапарда бірнеше нысандар аралап, олардың тарихымен танысуға мүмкіндік береді. Қазір қаламызда туристердің саны көбеюіне байланысты, келуші туристердің қаламыздың әсерлі әдемі болуына байланысты дамыған мемлекеттер сияқты жаңағы Лондон қаласындағы, Англиядағы сонда бір ерекше бір саяхат автобусын ұйымдастыру жоспарда болды. Автобус бірнеше заманауи қызметпен жабдықталған. Мұнда тегін Wi-Fi, USB арқылы құрылғыларды қуаттау мүмкіндігі, QR кодпен билет сатып алу жүйесі және қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі аудиогид қызмет қарастырылған. Жоба туристердің қала ішінде еркін әрі жайлы қозғалуына жағдай жасауға бағытталған. Экскурсия барысында жолаушыларға арнайы гид өңірдің тарихы, сәулет ескерткіштері мен киелі орындары туралы жан-жақты ақпарат береді. Туристік маршрутымыз 3 бағытқа бөлінеді. Бірінші рухани бағыты Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен басталып, Қожа Ата кесенесі, Гауһар Ана кесенесі деген сияқты. Одан кейін ескі қаланы аралайтын боламыз. 1864 жылдан кейінгі салынған ғимараттарды көрсететін боламыз. Солардың бірі Түркістан қаласының темір жол вокзалы, Бөкей хан даңғылы арқылы. Одан кейін үшінші бағытымыз ол жаңа қала. Екі қабатты автобустың басты ерекшелігі үстіңгі қабатының ашық болуы. Бұл туристерге қала көрінісін кең панорамамен тамашалап, тарихи орындардың сәулетін жақыннан көруге мүмкіндік береді. Автобус өте керемет. Кешкі серуенге шыққанға, мысалы, күндіз күнімен жұмыстан шаршап келгенде бір қыдырып, айналып келгенге өте күшті. Миың демалады. Қаламызды одан сайын жақсы жерлерін аралап көріп жатырмыз. Қаламыз күннен күнге дамып жатыр, көркейіп жатыр. Жаңа жоба туристердің саяхатын барынша қолайлы етіп, Түркістанның туристік әлеуетін одан әрі арттыруға бағытталған. Саят Барқұлы, Аружан Балғабайқызы, арнайы шындық ақпараттық порталынан.